Трамп ашық айтып отыр, Украина сайлау өткізу керек. Зеленскийдің сайлау өткізбегеніне де біраз уақыт болды дейді. Иә, Зеленский 2019 жылы сайланды. 2024 жылы оның 5 жылдық мерзімі бітті. Украинаның заңы бойынша президент 5 жыл отырады. Себебі Украинада Қазбек Иса дейтін фейк оппозициялық партияның сақау ақын депутаты жоқ. 7 деген қасиетті сан, президент 7 жыл отырсын дейтін. Ондай сақау депутат, фейк оппозиция жоқ болғандықтан Украинада президент 5 жыл отырады. Бізде Тақайды 7 жыл отырғызып қойған анау парламенттегі Азат партиясы ма? Азат Перуаш дейтін сарттың орынбасары сақау депутат Қазбек Иса деген алқаш 7 деген қасиетті сан дейді. Кейде қуанам. Соның ана сақау миына 41 деген қасиетті сан кірсе, 41 деген қасиетті сан 41 жыл отырыңыз деп айтып қалса не болар еді қазақтар? Соның санына 7 деген қасиетті сан деп кіргізіп қойғанға да енді тәуба дерсіздер. Сөйтіп Зеленскийдің мерзімі 24 жылы бітті. Бірақ соғыс жағдайында, тағы да конституциясында тастай жазылған. Мемлекетке сырттан шабуыл келген жағдайда сайлау болмайды. Бұрынғы президент, соғыс басталған кездегі президент соғыс аяқтағанша отырады деген баптары тағы бар. Сол бап бойынша Зеленский міне 25 жылдың аяғына дейін отыр. Енді Трамп айтады, сайлау өтсін дейді. Сөйтсе Зеленский айтты, сайлау өтсін дейді. Бірақ сайлаудың аман есен өтуіне кім кепілдік береді дейді. Көрдіңіздер ме? Көрдіңіз ба? Сайлау өтсін дейді, бірақ сайлаудың аман есен өтуіне кім кепілдік береді дейді. Ана жақтан соғыс болып жатыр. Енді ортада бұл Зеленскийдің сайлау өтсін мен келісем дегені Трампқа тасталған бір үлкен салмақ болды. Аса үлкен салмақ болды. Яғни сайлау өтсін деген Трамп Украина менен орыс ортасында сайлау өткенге дейін соғысты уақытша тоқтатып отыру мүмкін. Бұл қайтадан айданып кеп, қора салдым тастан, қайта айтайын бастан, қора салдым тастан, қайта айтайын бастан деп балалар ертегісіндегі сияқты, Трамптың ту баста шыға салып, Зеленский сайлауға түсу керек, ол диктатор болғалы тұр деген кездегі әңгімеге қайта айналып келді. Қайтадан сол кездегі әңгімеге келді. Онда орыс атпа дейді. Орыс тоқтай тұр дейді. Сайлау өткенге дейін орыс тоқтай тұру керек. Онда уақытша соғысты тоқтату дейтін нәрсеге орыс келіспей тұрды. Енді оларға соғысты қатаң түрде жалғастыруды қалайтын Зеленскийдің кеткені Путинге керек. Кем дегенде анау өзінің шовинист импершіл тобырларына мақтану үшін керек. Біз міне фашист Зеленскийді кетірдік деп мақтануға керек. Бірақ Зеленский талап айтып тұр. Сайлау өту үшін соғыс тоқтау керек дейді. Тыныш болу керек дейді. Сонымен орыс кем дегенде минималны бір ай немесе жарты жыл, минималны бір ай не жарты жыл соғысты тоқтатуға орыс көнуі керек болады. Ендігі әңгіме осы екі ортадан кім не табады, кім қалай ойын ойнайды. Трамп орысты көндіре ма? Саған Зеленскийдің кеткені керек па? Керек дейді Путин. Онда ол айтты, сайлау өту үшін тыныштық керек дейді. Онда Путин оқ атпауға мәжбүр болады. Неге? Зеленскийді кетіру үшін.